Бәріне сәлем менің құрбыларым. Менің есімім Санжар Айдар. Түркиядан жанды сәлем. Каналыма қош келдер. Бұл жерде мен сендерге жақсы жігітті қайдан тауып, онымен ұзақ әрі бақыттар қатынасты қалай құруға болатындығын айтып беретін боламын. Бүгін мен жігіт неге саған бірінші болып жазбайды тақырыбына сөйлескім келіп тұр. Бірақ соның өзінде ол сенің хаттарына жауап беріп жатады. Қайта толығымен әрі ашық етіп, осы кезде сен оған ұнайсың ба, әлде жоқ па сұрағы қайта ойға келе береді. Ұнамайтын болсаң, онда ол неге жауап қайтарып жақсы сөйлеседі. Ал ұнайтын болсаң, онда неге ол есуас бала өзі ағылып саған жаза алмайды. Міне осы жайлы біз бүгін сөз қозғаймыз. Себебі кейде сен өз сезімдердің әсерінен нақты көріністі байқамай жатасың. Сонымен бүгінгі тақырып жігіт неге бірінші жазбайды. Дайынсың ба? Онда кеттік. Нөмір 1. Сен оған жақында өзің жазып, сендер сөйлескен болатынсыңдар. Сендер кеше күні бойы сөйлесіп, ол саған бүгін ешнәрсе жазбайтын болса, онда бұл қалыпты нәрсе. Бір күннен кейін болса да, мүмкін оның жұмысы немесе белгілі бір қызығушылығы туындап, ол соларға өз зейіні мен уақытын арнағысы келген шығар. Немесе тым көп жаза беріп, сенің мазаңды алғысы келмеген болар. Әсіресе сендер жақын таныс болмаған кезде 3 күнде немесе аптасына бір рет сөйлесу бұл нормально, тек күнде емес. Өздерінің құрбыларыңмен сияқты. Сол үшін қыздар, егер сендер жігітпен жақында ғана сөйлесіп, ол сендерді ұмытып кетті дейтін болсаңдар, демек соңғы хат алмасудан бері әлі жеткілікті уақыт өте қойған жоқ. Бірнеше күннен кейін ол саған міндетті түрде өзі жазатын болады. Нөмірі 2. Ол әңгімені қалай бастарын білмейді. Кейде жігіт сенімен сөйлескісі келсе де, диалогты неден бастарын білмей жатады. Ол қарапайым: сәлем, қалайсың, не істеп жатырсың? Сөздерінен бастағысы келмейді. Ал одан да қызығырақ нәрсені ойлап табу оның қолынан келмей жатады. Осындай нәрселер көбінесе жігіт сен жайлы жеткілікті нәрселерді білмеген үшін болып жатуы мүмкін. Ол нақты не нәрсеге өзі қыстырылып, сөздерін неден бастарын білмей жатады. Осы кезде жігіт саған тезірек жазсын деп, сен оған арнайы себеп те туындата аласың. Ол үшін сен өміріңде болып жатқан нәрсеңмен стористе, сурет немесе видео ретінде бөлісе аласың. Мысалы, сен бір әсерлі кино көріп қалып, әдемі жерге барып қалдың делік. Немесе жай ғана қызық әуен естідің. Жігіт осы кезде: "О, мен оған тура осы жайлы айтып бастап, әңгіме бастауыма болады ғой" деп ойлап жатады. Ал өз ішінен: "О, мен қандай керемет ақылды жігітпін. Оған жазуға себеп те таптым." Бірақ негізінде сен оны жігітке өзін туындатсаң да. Нөмірі 3. Ол сені өзінің потенциалды қызы ретінде қарастырмайды. Себебі ол сені тек досы немесе құрбысы ретінде ғана көреді. Ол сенімен сөйлесу жеңіл болған үшін, ортақ тіл мен тақырып тез табылғандықтан сенімен қуана хат алмасып жатады. Бірақ жүретін қызы ретінде сен оны қызықтырмайсың. Сол үшін ол ешқашан инициативаны өзі бірінші танытпай, өзі бірінші хат жазбайды. Оның басында барлығы келесідей: "Жазды ма? Жақсы, жауап беріп сөйлесейін. Жазбады ма? Жарайды, барлығы онсыз да тамаша" деп ойлап жатады. Егер оның бос уақыты пайда болса, ол саған жаза алады. Бірақ сол бір тартылыс әлі де жоқ. Сол себепті ол саған жазғысы келмейді. Бұндай жағдайда не істейміз? Ол жігітті дос ретінде ғана емес, жүретін қызы ретінде қызықтырып көр. Мысалы, бір күшті сурет салғанда жігіт: "О, мына қыз соска екен ғой. Мүмкін мен босқа онымен сөйлеспей жүрген шығармын. Қазір қал жағдайын сұрап, жазып көрейінші" деу мүмкін. 4. Бұрын болған негативті тәжірибе. Мүмкін жігіт оның алдында да саған өзі бірінші жазып, сенің ол кезде өзінің көңілің болмай, барлығы қабаттағысып, жалпы айтқанда жігітке уақыт болған жоқ. Және сол кезде сен оған жаза бермесін деп бір артықтау нәрсе айтқан боларсың. Ал жігіт болса, оны өз көңіліне алып қалып, өзін саған қызық емес адам деп ойлап, мүлдем жазбай кетті. Міне осындай негативті жағдайдан кейін жігіт саған жазбас бұрын алдымен 10 рет ойланады. Себебі ол саған бірінші жазып, өзі күйіп қалды. Одан негативті тәжірибе бола бастады. Мүмкін ол саған ұнайтын да шығар. Бірақ тура сол сәтте сенің шынымен қолың бос емес еді. Сөйтіп жақсы барлық өтіп кетті.
Ал енді не істейміз? Нақты ситуацияны өз қолымызға алып, оның бізге ұнап, жігітке жақсы қарайтынымызды көрсетуіміз керек. Сен оған жай ғана «Сәлем, қалайсың?» деп жаза аласың ғой. Немесе оның сторисіне жауап берсең де болады. Бұл жерде сен оған бір рет жазсаң жеткілікті, кейін ол сенің ойыңды түсініп ақ, өзі ақ жаза бастайтын болады. Бесінші, жігітке саған бәрібір. Бұл ең тиімсіз нұсқа. Егер ол саған жазбаса, демек басқа біреуге жазып жатыр. Мысалы, сендер жақсы сөйлесіп, бірге көңілді уақыт өткізіп, сен оған «Уақытың болғанда жазып тұр» деп айттың. Жігіт болса әлі де жазбайды. Демек, сен оған қызық емес болғаның. Себебі оның өмірінде қаттырақ ұнататын қыздары бар шығар. Бұл жағдайда енді не істейміз? Оның көңілін өзімізге қаратуымыз керек. Нақты қалай екен деген сұрақ туындайтын болса, бұл осы видеоның тақырыбы емес. Бірақ нақты айтайын дегенім оған «Сәлем, неге жазбайсың?» деп жазып қажет емес. Оған өкпелеп, мұрныңды шүйіруді де қой. Бұл нәрселер еш нәрседе өзгертпейді. Олар тек жігітті сенен итере бастайды. Жігіттің де тура солай саған «Сен не маған жауап бермейсің?» деген сөздері сені түзете ме? Менің ойымша жоқ. Алтыншы вариант, оның қызы бар. Осындайда нұсқа болып қалуы мүмкін. Егер жігіт бірге түскен суреттерін жүктемейтін болса, оның басы бос болып, қызы жоқ дегенді еш білдірмейді ғой. Сен оған жазғанда ол жауап беріп жатса да, бірінші болып жазғысы келмейді. Себебі оның қызы бар болып, ол сені тек досы ретінде ғана көреді. Жақсы сөйлесіп, қызық нәрселерді талқылау үшін, бірақ одан артық емес. Мүмкін сен оған ұнайтын да шығарсың. Бірақ жігіттің басы бос болмағандықтан, ол өз өмірін өзгертіп, қызын сен үшін тастауға дайын емес. Ал сен болсаң, өз көңіл күйіңді түсірме. Себебі басты проблема сенде емес. Жай ғана фокустаудан алып тастап, басқа жігіттермен таныса бастап, алға қарай қадам бас. Ал егер сенде жігітті өз қызынан тартып алу жоспары ойда бар болса, болашақта сені де тура сондай жағдай күтуі мүмкін екенін ұмытпа. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмға кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.